Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 57-ші сабақ қазақ биі тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта сөйлеуде суреттерді қолданатын боламыз. Бірінші тапсырма: төмендегі суретке зер салып, бидің адамға пайдасы туралы әңгімеле. Қазақ биі, би өнері, қазақ өнері, ұлттық би, қара жорға биі. Балалар, мұнда қара жорға биін билеп жатыр, иә? Би билеу денені шынықтырады, адамды сергек етеді. Би көңіл күйді көтеріп, денсаулыққа пайдалы. Билеу арқылы адамның қан айналымы жақсарып, бойы жеңілденеді. Қазіргі кезде биді спортқа жатқызады. Қара жорға биін алсақ, ол буын биі деп есептеледі. Бұл биді билегенде буындардың барлығы қимылдайды. Ол буындарды ширатып, денені сергітуге үлкен ықпал етеді. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы қазақ биі. Жұрт бас қосқан бір жиын тойда қыздар мені итермелеп шара би билейді деді. Домбырашылар тартқан күйдің ырғағына орай билей бастадым. Сонда көз алдыма қанат қағып ұшқан құстардың қалықтағаны, рауанда батып келе жатқан таң алдындағы гүлдердің бүр жарғаны, не болмаса Таутекенің шың басына секіргені, жорға аттың жүрісі, тағы басқа елестеп, музыка сазында естілді. Осы қимылдарды салып, шыр көбелек айнала бердім. Ұршықша айналып келіп тоқтай қалғанымда, жұрт маған қарап қалыпты. Содан бері биші қыз деген атаққа ие болдым. Қазақ биі негізінен қол, бас, мойын, көз, иық секілді түрлі дене мүшелерінің қимылдарымен биленеді. Ал біз оны қиюын тауып, үйлестіре білсек, қазақтың ұлттық биінің өз ерекшелігі танылады. Мен бұл жөнінде би туралы сабақ деген кітап жаздым. Сонымен қатар, маған өз елімнің тұрмысын, тарихын, әдет-ғұрпын, дәстүрін зейін қойып үйрене білуімнің өте көп пайдасы тиді. Мысалы, қазақ халқының көкпар, қыз қуу, садақ тарту, тағы да басқа ұлттық ойындарына, оның сыртында кесте тігу, текемет, сырмақ басу, ұршық иіру тәрізді қазақ әйелдерінің қолөнеріне қатысты іс-қимылдар бар екені белгілі. Осылардың барлығы музыка ырғағына түскенде тұнып тұрған қазақ биі демей не дейміз? Шара Жиенқұлова. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Шара Жиенқұлова туралы әңгімеле. Шара Жиенқұлова халық бишісі, әртіс. Шара Жиенқұлова 1912-1991 жылдар аралығында өмір сүрген. Шара Жиенқұлова Алматы қаласында туған. Қазақ би өнерін дамытуға үлкен үлес қосқан. Ол 16 жасында биші қыз атанған. 1936 жылы Мәскеуде өткізілген Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің 10 күндік мәдени шарасына қатысып, ұлттық би өнерімен танылды. Төртінші тапсырма: мәтінге сеніп, әр бағанға ортақ атау ойластыр. Не артық екенін анықта. Осы тізімді өз бетіңше жалғастыр. Бірінші бағандағы сөздер: кесте тігу, сырмақ басу, садақ тарту, текемет басу. Балалар, бұл жерде садақ тарту артық болып тұр, себебі бұл ұлттық ойынға жатады. Бұл бағанға ортақ атау қолөнер деп атасақ болады, балалар, себебі бұлардың бәрі қолөнерге жатады. Ал осы тізімді киіз басу, кілем тоқу деп жалғастырсақ болады. Екінші бағандағы сөздер: сырмақ басу, көкпар, қыз қуу, садақ тарту. Бұл қатарда сырмақ басу деген сөз артық болып тұр, себебі бұл қолөнерге жатады. Ал бұл бағанға ортақ атауды ұлттық ойындар деп атасақ болады, Бұл тізімді аударыспақ, теңге ілу деген қазақтың ұлттық ойындарымен жалғастыруымызға болады. Төртінші тапсырма: өлеңді тыңда. Өлеңнің тақырыбы өнерпаздар. Бақшамызда шаттанып, бар өнерді ақтарып, ойын сауық басталды, оны кемел басқарды. Көріңіздер өнерін, көбен күйдің шебері. Ән салады сара қыз, би билейміз бәріміз. Бар өнерді көріңіз, бағаңызды беріңіз. Өлеңнің авторы Әдібай табылды. Алтыншы тапсырма: сыныбыңда өнерпаз балалар бар ма? Олардың таңдаған өнері туралы 3 сұрақ дайында. Сұхбат ал. Балалар, өнерге қатысты би өнерінің пайдасы туралы не білесің? Күйдің құдіретін қалай түсінесің?
Болашақта би өнерін жалғастырғың келе ме деп аталғанға 3 сұрақ құрастырсақ болады, иә? Жетінші тапсырма: қазақтың би өнері тақырыбындағы фото көрмеге қандай сурет ұсынар едің? Ойыңды дәлелде. Мен қазақтың би өнері тақырыбындағы фото көрмеге қара жорға биін билеп жатқан балалардың суретін ұсынар едім. Өйткені қара жорға қазақтың ұлттық биі. Бұл сурет қазақтың би өнерін жақсы көрсетеді. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.